Қызылқоға ауданында телеарнаның төбелі бар. Шалғайдағы ауылдың тыныс-тіршілігін таныстыратын Алтын тұғыр хабарының түсіру тобы Қызылқоға ауданның Мұқыр ауылына іс-сапармен барды. Кетір-бұдыр жолды артқа тастап жеткен әріптестеріміз қой кезекке де шықты. Хабардың жүргізушісі тілші Гүлфани өрістегі төлге төбел деп ат қойды. Мұқыр Атырау облысының Қызылқоға ауданындағы ауыл, құрамына Сарықұмақ, Соркөл, Тасқұдық ауылдары және Жамансор, Жантерек, Кембай теміржол станциялар кіреді. Сонымен бірге Мұқыр, Сағыз, Мұқыр, Құлсары, Мұқыр, Ақтөбе тас жолдары өтеді. Ауылда қырғыз шаруа қожалығы 24 дүкен, 4 чайхана, 1 кафе, 1 дәріхана, 3 тойхана бар. Мұқыр дегеннің өзі кісінің аты. Бұл негізінде жаңа су. Сосын енді жаңа су болғанда да бұның 25 метрден бер жағында су шықпайды. Сосын енді жаңағы әр нәрсені өзі атына орай қояды ғой. Сондықтан жаңа су деп қойған. Негізі Мұқыр деген кісінің атымен байланыстырып қойған. Осы орайда айта кетейік, Мұқыр атауы тек біздің елде ғана емес, Қытайда да кездеседі. Қорғас арқылы өткен шекарадағы құяштан алыс емес. Жоңғар тауының оңтүстік етегіндегі үстірт Тақыр Мұқыр десе, Іле Қазақ облысының 9 тарауындағы Мұқыр Жырғалаң деген жер бар. Текеспен атты тауының екі аралығы Мұқыр даласы дейді. Қырғызстандағы ыстық көлдің оңтүстік күншығысында Мұқыр Жырғалаң деген жерді де кездестіреміз. Біздің сапарымыз сәтті болғалдыр, өйткені мына ешкі төлде келе жатыр, құрметті телекөрермен. Құтты қонақтың құттысы болып тұрсыңдар ғой. Бұл Қытайлыққа атта қойайық ата. Ал болады. Алыстан келгенде 6 жасар бала үлкен тұрып сәлем береді дейді. Өзің қойып қарашайшы лаққа. Бұл лақтың төбесі ағы бар сияқты, төбел деп атасақ ата. Иә. Әрі қарай түсірілім Зиба әженің сұхбатымен жалғасты. Көпті көрген кейуана сүті өнімдерін қалай дайындау қажеттігін түсіндіріп, өзінің тиімді әдісін айтты. Қазіргі мына сиырдың сүттерін мысалға нетесің, сиыр келгенде сауып жатырмыз. Ноябрьлерде сиырлар келмей қалады. Сонда келмей қалғанда ана сауып болған сүтіңді пісіріп алып, ана баклажкаға құйда, сосын морозкаға салып қоя бер. Қыста жаңа келмей қалған уақытта үйіңде сүт жоқ болса, ананы алып морозкадан қойып, мына қойып қойсаң, қазір шайыңа дейін ол ерейді. Ерігеннен кейін шайыңа қойып пайдалана бересің. Кезінде Исатай Махамбеттің ұлт-азаттық көтерілісіне қатысып, оның жалынды жыршыларының бірі болған Шерне Жарылғасовның мазары осы Мұқыр аумағында. Қабақтың үстіне келгенде Шерниязға уақыт болып, Ақтан деген баласы жаңағы осы жерге жерлепті деп естідім. 2005 жылы басына осы мазар тұрғызылды. Гүлфани Ерсайнова, Медет Адиетов, жаңалықтар қызметі.